Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Бека ТВ, және де бүгін біз кезекті видеоролигімізді бастаймыз. Бүгінгі біз видеороликта механикалық пеш жасаймыз. Бұл пеш артымызда тұр. Мысалы, біз оны қазір жасап үйренеміз. Олай болса біз бастаймыз. Міне, бұл пешті біз сыртына айналып қарайық. Ештеңе көрінбейді. Қараңыздар. Мына жерде уголь тұрады. Угольдің бәрі кетіп қалды. Біз мынау ең үстіңгі неге тамақтарымызды саламыз. Мына жерлерге угольді. Және де мына жерде тамақ пісіп, мына сундыққа өзі кете бастайды. Бұл пешті жасап мен қазір сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізге любой доска керек, печка керек, сундук керек, воронка, және де салатын тамақтарымыз кез келген тамақ бола береді, және де 2 стак уголь керек. Ол үшін ең басында біз сундукты қоямыз. Мысалы, осылай қояйық. Енді воронканы көріп тұрсыздар. Воронканы бүйтіп басамызда, артына қарай қоямыз. Мына жерде тұрған воронка оған тиіп тұру керек. Міне тиіп тұр, екі жақтады. Қараңыздар. Барады. Енді осылардың үстіне печка қоямыз. Міне, екі шетіне воронка қоямыз қайтадан. Міне воронка. Және де осы 2 воронканың үстіне қайтадан сундук қоямыз. Мынау печканың үстіне қайтадан воронка, үстіне қайтадан сундук. Міне біздің пешіміз дайын. Енді бұған міне ең үстіне свинина мен сырая говядина қоямыз. Міне, осы жерге біз угольді қоямыз. Воронка арқылы пешке барады. Міне уголь тағы да. Бұны выживанияда да істеуге болады. Мысалы, воронкаға темір керек болса, пешті өздеріңіз жасай аласыздар, сундукты да жасай аласыздар. Бірақ тамақты табуға болады өз қолыңызды. Енді қалған жерді өйтіп жауып тастаймыз. Себебі бұл механикалық болған соң көрінбеу керек. Мінекей. Воронкалардың бізге мақсатымыз воронкаларды көрсетпеу. Себебі бұл воронкаларды көріп қойса, біздің басты құпиямыз ашылады. Сондықтан үстеміз. Міне, біздің механикалық пешіміз дайын. Механикалық пеш ұнаса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мұнда мен алдыңғы видеороликте зымыран жасауды үйреткен. Бұл соның қалған бөлігі. Оны жасауды үйренгілеріңіз келсе, алдыңғы видеороликті көріңіз. Міне, мына жерде біз паркур жасағанбыз. Мына жерде мен қараңыздар үлкен американский горка жасап жатырмын. Бірақ ол үшін ұзақ уақыт керек. Сондықтан да каналымнан күтіңіздер видеороликті. Мен жасағанымды көрсетіп шығайын, қойып білет болсын. Ол үшін бізге не керек? Міне, вагонетка керек. Вагонетканы қоямыз, кіреміз и кнопканы басамыз. Бірақ мен азған таяқ жасадым. Сосын мен кезекпен жасап жүрмін. Жасап біткенде сіздерге көрсетемін. Міндетті түрде. Міне. Бұның өзін жасау үшін көп уақыт кетті. Міне, горкамыз осы жерден бітеді. Бүгінгі видеоролик ұнаған болса, каналға жазылып лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.